Сәлем достар, бүгін өте дәмді оладьи пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Бізге керегі айран және оның үстіне ас содасын салып, осылай жақсылап араластырамыз. Біздің айранымыз осылай көтерілді. Енді оның үстіне шекер, тұз және ванильді шекер қосып, тағы да араластырамыз. Шекерді тек рецепт бойынша салыңыздар, себебі көбірек салсаңыздар, сіздердің оладьиларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себептен тек рецепт бойынша жасаңыздар. Менде бұл жерде ұнымызды 3-ке бөліп саласыздар, ситадан өткізесіздер. Бұл жерде менің қамырым қою болып қалған. Мен екінші рет жасап көргенімде өте дәмді болып шықты оладьиларым. Тек рецепт бойынша жасаңыздар, достар, себебі ұнын мен сияқты көбірек қосып қойсаңыздар, сіздердің оладьиларыңыздың ортасы тығыз болып, тіптен піспей қалуы да мүмкін. Сол себептен тек рецептте жазылған, описанияда жазылған рецепт бойынша жасаңыздар. Үстіне осындай жылы сүт құйып, тағы да қамырымызды араластырамыз. Бұл менің бірінші жасаған оладьим, екінші жасағаны ол өте дәмді болып шықты. Бұл жерде менің қамырым қою болып қалған. Енді табамызға май құйып, жақсылап қыздырамыз. Осындай кондитерлік қапшыққа салдым мен тестамды, себебі оладьидің формасын жасаған кезде кішкене дөңгелек болып өз формасын ұстап қалу үшін. Және арасын қалың қылмай осылай жұқалап пісіру үшін осындай кондитерлік қапшықты қолдандым. Сіздер қасықпен салсаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы болды. Енді осыны орташа отта пісіреміз. Бетін жауып қоямыз кішкене. Ұзақ пісірмеңіздер, ұзақ пісірсеңіздер кішкене қатыңқырап қалады. Сосын сіздер тестаны салған кезде көп қоспаңыздар, шамамен жарты ас қасық қана. Себебі мен бір ас қасық салғанымда арасы тығыз болып кішкене піспей қалды. Сол себептен мен жарты ас қасықтан салдым. Сол кезде менің оладьиларым өте дәмді болып, арасы пісіп, тығыз болмай, жақсы болып пісті. Осылай астына қағаз салфетканы төсеп, жақсылап қағаз салфетка ол майын сіңіріп алады өзіне. Қалған оладьиларымызды пісіріп аламыз осылай. Бұл бізде айраннан жасалған оладьи. Бұны әртүрлі рецептпен жасап көрсе болады. Сүтпен, кәдімгі сумен жасап көрсе болады. Мен сіздерге келесі рецептінде міндетті түрде басқа рецепті ұсынатын боламын, өзгеше рецепті. Бұл рецептпен де жасап көріңіздер. Комментарий бөлімінде өз сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Біздің оладьиларымыз пісіп шықты. Оны тосаппен, болмаса осындай қаймақпен ұсынсаңыздар, өте дәмді болады. Сіздермен болған Ақбота Садыкова, мен сіздермен қоштаспаймын.